Ерғали Меруерт Дүйсенғали қызы болады. Олардың мақсаты сіздердің сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Ақылы курста не өтесіздер, сол тағы да айтылатын болады, бірақ ол қысқаша айтылатын болады. Көбінде мен сұраққа жауап беремін. Өзім жайлы қысқаша айтсам, маған қызық болып тұр. Сіздермен танысқан, мені көп көрген жоқсыздар. Менің ютубта бір-екі өзімнің шыққан нем бар, видеом бар, интервью берген. Ең біріншісінде бізден алдық интервьюді қалай 1 миллион табуға болады деген сияқты. Ол кезде мен 18-де болатын. YouTube каналына келіп отырсыздар ғой, сала таңдау. Екіншісінде сол жақта түсіндіріліп айтылды. Мен өзім кіммін? Неге сіздер менен курс алу керексіздер? Неге біздің курстың бағасы ондай деген сияқты? Соның барлығын мен түсіндіріп өтсем, мен өзімнің осы салада жүргеніме, жалпы бизнес саласында жүргеніме 15 жастан бастадым. Қазір жасым 19-да, 4 жыл болды. 4 жыл уақытта Аллаға шүкір, Аллаға мыңда бір шүкір, менің табысымды нақты айтпай қояйын, бірақ табысым жақсы. Менің бұл курстан басқа өткізетін біраз проектім бар, біраз жасап жатқан жұмыстарым өте көп. Оның барлығы жаңағында мына жақтағы отырған негатив ойлайтын кісілер болса, соның барлығын алып тастасаңыздар миларыңыздан, тек қана адам туралы жақсы ойласаңыздар, сонда ғана сіздер де сондай жолға түсесіздер да. Мен бірақ ешкімге ақылымды айтпаймын, ешкімге ондай көлгірсіп дейді ғой, ондай ештеңені жасамаймын. Мен өзім жеке бұлай бірінші рет өткізіп отырмын, жалғыз өзім. Ең үлкен фишкаларыңыз, сіздердің курсты өтейін деп отқан кісілеріңіз, жаңағындай 1,5 жыл бас эксперт болып жұмыс істеген кісі. Енді Аллаға шүкір, біраз логистика жағында мені біраз клиенттерім таниды. Менің өзім тұрақты оптовиктерім бар, соның барлығы таниды, менің жақсы жұмыс істейтін біледі. Бірақ та мен қазір данный момент дейді ғой, поставщик болып жұмыс істемеймін. Қазір осы курсты өткізіп, сол өзімнің бұрынғы жұмыс істеген компанияма клиент жіберемін. Бәрін ашық, бәрін ештеңені жасырмай, бәрін айтамын. Так, давайте былай істейік. Бұл жұмыс өте қызық нәрсе. Мында сұрақтар жиналып қалыпты. Мен қазір сұрақтарға жауап беретін болам. WhatsApp-қа қашан жауап бересіңдер? Нұрбол Алпаз, мен есімдеріңізбен даже айталам, чтобы өтірік емес екеніне. WhatsApp-қа жауап береді менің арнайы менеджерім бар. Ол баланың есімі Дамир. Сол Дамир үлгермей жатыр. Оған звонок түсіп атады, оған сообщение түсіп атады. Қазірдің өзінде менде WhatsApp бар. Сол жақта 300-ден аса не жатыр да, сообщение жатыр да. Ол үлгермейді, уже үлгеріп атса, тағы артынан 5 адам қосылады. Бір 150 адам алған шығар, соның барлығын қосса болады ғой дейді. Өте қуаныштымын, рахмет негізге. Так, сұрақтарды бастадық, кеттік. Сәлеметсіз бе? Курс қашан басталады? Жабық чатқа қашан қосасыздар? Мен төлегенмін, кеше вебинар кезінде дейді. Өте тамаша. Так, бота. Сәлеметсіз бе? Курс басталады. Алла қаласа 10 сентябрь деп отырық. 10 сентябрь басталады, Алла қаласа курсымыз. Сосын округленный алғанда 10 күн өтетін боламыз. Бір күн тапсырма, бұрын помните, мектепте өтуші еді ғой, бірінші тақырып түсіндіріледі, одан кейін үй жұмысын жазып алыңдар, үй жұмысына мынау деп беруші еді ғой. Тура сондай, бірақ бізде күнмен, мысалы, бір күн тақырып өтсек, екінші күн үй жұмысы, бір күн тақырып өтсек, екінші күн үй жұмысы. Солай мен 3 сабақ өткізем, үй жұмысымен бірге 6, одан кейінгі 4 сабақ ол Дидардікі болады. Дидар өзін таныстырып өтті, мен оны айтпасам да, кеше Дидар өзіне достаточно реклама жасады. Так, курс уақыты қаншаға созылады дейді. Сосын жаңағында курстың уақытын біз көбінде, бізде аудитория үлкен жастағы кісілер болып жатыр. Сол үшін де қойып жатырық біз курсты неге кешкі уақытқа қарай. Сол жаққа дағдылансаңыздар, одан кейін курс сақталуы мүмкін. Так, сәлем Меруерт ханым, 1688 бен Алибаба екеуі бір ма дейді. Алибаба ол, получается, орысшасы ғой, ал 1688 ол қытайша. Бізде қытайлардың бір несін айтайын сіздерге. Ең үлкен ошибка бізде қазақтарда, Қазақстаннанмын деп айтып қояды. Қытайға Қытайдағы продавецтерге. Сосын алады да сіздерді қытайлар заблокировать етіп, ақшаңызды алып, товарды алып жоқ болып кетеді. Сондай жағдайлар болмас үшін никогда Қытаймен жұмыс істегенде айтпаңыздар, жарай ма? Мен қазақстандықпын, мен шетелденмін, ол біледі ғой. Өзіне сіз пока келгенше ол өзі қашып кететінін біледі. Сол үшін де олай не істемейді. Сондай нелер бар, плюстар, менің білетінім бар да. Меруерт ханым, сізбен так. Табысыңыз 500 мыңнан асады, білемін мен дейді. Так, гарантия бар ма табыс табуға дейді.
әрине бірде бір жасасаңыздар бәріңіз ақша таба аласыздар, бәрі мына жақта. Енді көп қой қазір психология көп, барлығы психология негізінде. Үлкен сондай сатудың фокустары нелерін білемін да. Саламатсыз ба? Сіңізге сәттілік. Үлкен рахмет, сізге де сәттілік тілеймін. Асқар Қожағали. Сәлеметсіз бе? 1688 Өзбекстанға доставка жасайды ма? Жоқ, өкінішке орай бізде доставка по городу, по Казахстану, по всему Казахстану, Қазақстанның барлық қалаларына доставка бар, жеткізіп береміз. Бірақ та жаңағы Өзбекстан, Қырғызстан алдырта аласыздар, тек қана қандай жағдайда. Егер товарды өзіңіздің адамыңыз Алматы қаласынан алып кетсе біздің складтан, онда болады жұмыс істеуге бірге. Басқалардан не айырмашылық бар дейді. Басқалардан айырмашылығы өте көп. Жеке атап өткенбіз кеше, енді қайталай бермеңдер деп өздеріңіз айтасыздар. Бізді де сіздер қысасыздар да, біреу айтады қайталай берме, біреу айтады сұраққа жауап бермедің деп. Басқалардан біздің айырмашылығымыз, менің 1,5 жыл осы салада именно поставщик болып жұмыс істегенім. Мен логистиканың қырында, сырында, ағында, қарасында қалай жасау керек, қалай баға қою керек товарға, соның барлығын білем. Содан кейін мынандай сайтта көрсетіліп тұрады, так қысқаша мен сіздерге осылай немен үйретейін, сайтта көрсетіліп тұрады, жаңағыдай баға, мысалы, ол жақта юаньмен көрсетіледі. Қазір юань, егер қателеспесем, 64 болып тұр юаньның курсы, бір юань біздің теңгемен 64 теңге. Сосын жаңағындай юаньмен тұрады, сонда курста қыздар өздерінің курстарын көп адам сатып алу үшін жаңағы заттардың бағасын түсіріп айтады екен. Одан кейін тағы қандай жағдайлар кездесті? Уақытын, товардың келу уақытын өтірік айтады. Сосын мысалы футболканың бағасы 10 юань деп тұр ма? Соны былай үйретеді. 10-ды көбейтесің, 64-ке болды, басқа ештеңке төлемейсің депші. Жоқ, ол олай емес. Мен келсем, біздің Қазақстандағы бағадан Қытайдағы баға әлде қайда жаңағындай не екенін, бірақ та әлде қайда арзан. Қытайда 2 есе арзан біздің Қазақстандағы. Бірақ та ондай 140 теңгеге футболка, 50 теңгеге футболка ала аласыздар сіздер. 50 теңгеге, 60 теңгеге нәскиді. Бірақ та футболканы емес. Ол мына жерге сыймайтын нәрсе да. Сосын остаток товар деген бар. Өте үлкен не, сол қателік. Жаңағы курс үйрететін кісілер болса, осында мені көріп отқан болсаңыздар, сіздерге үлкен замечание деп па. Өтініш клиенттерді олай, орысша айтқанда, енді надежда бермеңіздер клиенттерге, олай 140 теңгеден ала аласың, өздеріңіздің курстарыңыз өтпей қалса да, олай айтпаңыздар. Жарай ма? Өйткені клиент ертең бар поставщикке ренжиді. Неге? Өйткені оның көрген бағасы басқа, алып отырған, төлеп отырған бағасы басқа да, ол ожидание реальность болып қалмасын. Ол өздеріңізге ақша тапсаңыздар да, адал халал жолмен тауып үйреніңіздер. Клиенттің разылығын алып үйреніңіздер. Вот сол кезде тауып атқан ақшаңыздың берекесі болады. 1688 сендер арқылы заказ беретін болсақ, за доставку ғана аласыңдар ма ақшасын дейді. За доставку зата бар, оның барлығы үйретілетін болады. Курста толығырақ түсіндіретін боламыз. Құрылыс заттарын алдыртуға болады ма? Болады. Жанар Оңалбаева ашпайды дейді. Істеп тұр ма? Көріп отырсыздар ма? Сұрақ: бутик ашқалы жатырмыз. Киімдерден қанша түрлі алған дұрыс? Аз емес, көп емес дейді. Сұрағыңызды менің түсінгенім бойынша айтайын, ең басында заказ бергенде 1 миллион, 300 мың, 500 мың демеңіздер. Мен сіздерді олай тартпаймын да, олай айтпаймын да. Болады екінші заказда беріп көруге. Бірақ, как проверка ретінде, ең алғашында жаңағындай 30 мыңға беріп көріңіздер. Ешкім сізді, самый главное, минималканы орындасаңыздар. Минималканы орындаңыздар. Так, сәлеметсіз бе? Құрылыс материалдарын алып келуге бола ма? Біз Өскемен қаласынан құрылыс компаниясымыз. Бізге тек тапсырыс беріп үйренсек болар еді. Инстаграм әзірше керек емес, Инстаграммен сатып жатырмыз дейді. Әрине болады, канал Восточный дейді. Құрылыс материалдарын алып келуге болады. Сонда қалай ақша төлемегендер де қатыса бере ме? Қазір вебинарға, курсқа дейді. Жоқ, курстың уақытысы 10 күні, 10 сентябрь Алла қаласа басталады. Шатастырмаңыздар, өтініш. Вебинар деген біз курста не үйренетін боласыздар, соны үйретеміз. Сұрақтарыңызға жауап береміз, кері байланыс жасап отырамыз. Вот сол үшін вебинар деген. Так, сабақ қашан қоясыңдар? Басталды дейді. Түсінбедім. Мен онлайн магазин ашқым келеді. Айнұр Хаматай. Сізге сәттілік, Айнұр Хаматай.
Ближе к делу меруер практикаға кірсек 1688 регистрация, вичатта регистрация и так далее дейді. Осыны түсіндіре кетейін сіздерге. Поставщик арқылы жұмыс істеулеріңізді сұраймын. Қолымды былай ұстап алып сіздерден сұраймын. Неге? Өйткені білесіздер ма, Қытайлардың біздің қазақтар енді ондай мен аңқау бірдеңке деп артық әңгіме айтпаймын. Ақ көңіл ғой, жалпы айтқанда ақ көңіл, сосын қандай сенгіш, сеніп қалады тез. Сол үшін де Қытайлар жаңағындай, иә, келісу мүмкін, склад ашамыз, күшті болады, иә, сен Қазақстаннан склад ал деп келісіп алып, ертең сіздің товарыңыз сол складқа жиналып, складын өртеп жіберсе де, складын сатып жіберсе де, сіздер ештеңке істей алмай қаласыздар. Сол үшін де Қытаймен бизнесті тек қана бауырыңыз Қытайда болмаса жаңағындай қалай ата-анаңыз болмаса өзіңіз Қытайда тұрып склад ашып солай вичатқа неге регистрация жасап жұмыс істемесеңіз, онда андай анау маған көмектеседі, мынау маған көмектеседі, интернеттен таптым, гуглдан таптым деген мүлде қажет емес, мүлде өтпейтін әңгіме. Сол үшін де үлкен ошибка жасайсыздар, егерде сондай біреуге сеніп Қытайдағы складпен жұмыс істесеңіздер. Түсініп отырсыздар ма? 1688-де заказ беру үшін регистрация абсолютно керек емес, қажет емес. Регистрация керек тек қана жаңағы заказды қабылдайтын адамдарға, Қытайға оплата жасайтын адамдарға, вот соларға ғана керек. Одан кейін WeChat тоже самое. WeChatта тоже жаңағыдай регистрация нелер керек, тек қана только в том случае, егер сіздер Қытайдан өздеріңіз товарды жеткізетін болсаңыздар. Так, жоқ, жалға аламыз дейді. Бөліп төлеу қоса алмайсыздар ма дейді. Ренжімеңіздер, ол организаторлардан әлі бізге ондай ескертілген жоқ, бөліп төлеуге болады деген секілді. Бірақ та осы вебинардың жартысын осы вебинарда бөліп төлесеңіз, ешқандай қарсылығым жоқ. Ол менің немде ғой. Бірақ та ондай бүгін төлеп, курс біткеннен кейін жартысын төлеу, оған менің ешқандай нем жоқ. 1688 пен Алибаба екеуі бір ма? Иә, бір. Так, курс қашан басталады? Курс басталады, жаңа ескертіп айттым, 10 сентябрь. Поставщик болып қанша таптыңыз айына дейді. Өте қызық сұрақ енді. Менің видеомда айтылған, бұл жақта несін жасырам, ол егерде ютубта уже айтып қойған болсам, 1 миллион біз күнне жоқ дегенде, жұмыс істемедім дегенде 30 мың теңге. Қызық жағдай, біз тамақ ішіп отырамыз да, біз онлайн жұмыс қой. Тамақ ішіп отырамыз. Тамақтың, мысалы, тамаққа дейін қалтамызда 100 мың теңге болса, сол тамаққа 10 мың теңге төлеу керек болса, 1-2 заказ қабылдайсың да, 10 мың теңгені тауып, арғары тамағымызды жей беретінбіз. Сонда біз ешқандай ақша құртпайтынбыз да. Просто жаңағындай артық жұмыс істедің, тамақ ішіп отқанда болды, сондай жағдайларда болған. Так, интернет-магазин арқылы ғана сатсам деп едім. Пайда қалай сатқанда дұрысырақ болады екен, немесе тек магазин ашу керек па? Магазин ашу не обязательно. Интернет-магазин ғой қазір көбінде дамып жатқан. Одан кейін үлкен актуальный вопрос. Өзіңде интернет-магазин бар ма деп сұрап жатады. Иә, бар. Жақында үлкен бір жаңалықпен бөлісетін болам, оны бірақ бітпей жатып айтудың керек емес деп ойлаймын. Принтер, телевизор алдырсақ сертификатымен бола ма дейді. Сертификатымен болмайтынын білмеймін, бірақ принтермен телевизорды алдыруға болады. Так, мен бутик ашқалы жатырмын. Бастапқыда қанша түрлі киімдерге заказ еткен дұрыс? 100 мың теңгеге дейді. 100 мың теңге болады. Кімге қалай, егер 100 мың теңге сізде артық ақша болып тұрса, болады. Одан кейін уақытын ескертіп айтайыншы сіздерге тағы да. 8-12 күн, 10-15 күн дегендер қазір өтірікті. Мен сіздерге уақыттан ұтылмас үшін, ақшадан ұтылмас үшін 20-25 күн с Китая до Казахстана. Қытайдан Қазақстанға дейінгі уақыт, Алматы қаласына дейін. Одан кейінгі сіздің қалаңыз бар, бір 5 күн, сонымен округленно 1 ай деп уақыттан ұтылғыларыңыз келмесе солай алыңыздар. Ал көп дейсіздер ма, онда ол өз еркілеріңіз. Зато мен әділ айтып отырмын да сіздерге. Менған ешқандай не болмайды, реніш болмайды сіздер жақтан. Так, 5-не деп жатыр едіңдер ғой дейді. Иә, 5-не дейін деп жаттық, неге создық? Ненің тіркелу уақытысын, өйткені адам көп, тіркелмей қалғандар болмасын деп менеджер үлгермей жатқаннан кейін біз тіркелу уақытысын создық. Товар Алматыға келеді, ары қарай Талдықорғанға жеткенше жолмен қымбатқа түспей ма? Жоқ. Мысалға, фура транспорт түрлері болады, 4 транспорт түрімен алдырсаңыздар болады: самолет, почта, такси, потом фура.
Пойыз бар, пойызды айттым ба? Пойыз бар, осы транспорт түрлерімен қайсысы ыңғайлы, сіздерге сонымен алдыртасыздар. Ең ыңғайлысы негізі фура, бірақ фура ұзақ жүреді. Пойыз ерте жетеді, бірақ кішкене қымбатырақ, 1500-2000 теңге. Неге? Бірақ та сіздер мынандай ғой, мысалы 30 мыңға заказ берсеңіздер, фураға 1000 теңге төлесеңіздер, ашығын айтқанда 1000 теңге төлесеңіздер, 1000-ды бөлесіз, ана ішінде қанша товар алдыңыздар, сол ақшаға бөлесіздер ғой. 1688-бен қанша сумаға заказ қабылдайсыздар? Бірінші рет саудаға келетін адамдарға. Бірінші рет, екінші рет деген жоқ, услугалар 10% болғандықтан 30 мың теңгеден оларға қалады 3000 теңге. Олар сол 3000 теңге үшін бір ай сіздерге жауапты кері байланыста отыратын болады, поставщиктерді айтып жатырмын. Кері байланыста отыратын болады, одан кейін жауап беретін болады товарға бастан аяқ. Сол үшін де жаңағындай 3000 теңге ол жұмысқа да жазда, сол үшін де 30 мың теңге. Ал енді сіз 5000 теңгеге заказ берсеңіз, 5000 теңгенікі 500 теңге ма, 500 теңгеге енді өкінішке орай ондай жұмысты жасау мүмкін емес. Так, курсты өткеннен соң заказ беру міндетті ме? Менде қаражат жағынан проблема болып тұр еді, сол үшін асықпай айлықтан заказ етейін деп едім. Айтпақшы, ең үлкен жаңалық бізде курсты организаторлар жасап қойды, әр ай сайын бір рет өтеді курс. Әр ай сайын осы жолы айлығым маған звондап жатты. Жаңағындай неден вахтада жүрмін, ана жақта жұмыс істеймін, мына жақта жұмыс істеймін, менің интернетім ұстамайды, слабый. Бір айдан кейін қалаға баратын едім, сол кезде болмай ма, ақшам жоқ еді, айлығым 10-нан кейін түседі дегендер. Сол кісілерге арналады. Курс ай сайын өтетін болады, Алла қаласа. Курс өте қызық болады. Мен өзім қарапайым түсіндірген жақсы көрем. Так, ура дейді, сабақ 5-не еді ғой, неге создыңыздар? Мен түсіндіріп айттым, әке қазақ, жаңа сіздің сұрағыңыз болды осы. Мен звондағанда сіз 20 мың деген едіңіз дейді. Мен ескертіп айттым ғой, сол күні 20 мың болды. Ал одан кейін көтеріліп кетті. Вичат қалай қосуға болады? Вичат қиындатып жіберді. Вичатты қоса алмайсыздар қазір. Қытайлар сонда біліп қойған, шетелден көп жұмыс жасап жатқандар көп екенін өздері тікелей Қытайменен. Сол үшін де жаңағындай алдыда Вичатты Face ID бар ғой. Түріңізді көрсетесіз, Вичат ашатын болсаңыз. Түріңіз көрсетесіз, түріңіз жаңағы сіздің немен Alipay-мен совпадать етпесе, алады сізді автоматически түрде блокқа түсіріп жібереді, болды. Одан кейін ол Вичатқа екінші кіре алмайсыздар. Өте керемет дейді, саламатсыз ба? Так, курс қашан басталады? Курс 10-ны басталады, 10-шы қыркүйек, 10-шы сентябрь. Товарды штуктап алуға бола ма, әлде оптым ба? Осыны айтайын, 1688-де товардың минимум бағасы көрсетіледі. Минимум бағасы көрсетіледі. Ол жақта жаңағындай астында өз тұрады. Оны мен сіздерге курста обязательно көрсететін болам. Сол жақта қанша штук деп тұрады, минимум сол штукты аласыздар, желательно. Бірақ та оның барлығы мысалы экспертқа жібересіздер ғой сіздер заказдарыңызды. Сонда мысалы 1 штук деп жазып жіберсеңіз, егер ол саналса, сізге эксперт накладной жібереді. Егер саналмаса, эксперт ескертіп айтады, мына жақта 1 штук болмайды, бұл жақта минимум 2 штук деп тұр деп. Бірақ ол ешқандай қиындық тудырмайды. Электронный самокат қанша теңге болады? Нақты бағасын электронный самокатты көрмедім, нақты бағасымен, бірақ та біздің Қазақстаннан арзан. Сосын, так, сіздерге минимум қанша теңгеге заказ жасай аламыз? 30 мың теңгеге. Так, интернет-магазин арқылы ғана сатсам деп едім. Пайда қалай сатқанда дұрысырақ болады екен, немесе тек магазин ашу керек па? Магазин ашу не обязательно. Интернет-магазин ғой қазір көбінде дамып жатқан. Одан кейін үлкен актуальный вопрос. Өзіңде интернет-магазин бар ма деп сұрап жатады. Я бар. Менің интернет-магазиным бар. Және де жақында үлкен бір жаңалықпен бөлісетін болам, оны бірақ бітпей жатып айтудың керек емес деп ойлаймын. Принтер, телевизор алдырсақ сертификатымен бола ма дейді. Сертификатымен болмайтынын білмеймін, бірақ принтермен телевизорды алдыруға болады. Так, мен бутик ашқалы жатырмын. Бастапқыда қанша түрлі киімдерге заказ еткен дұрыс? 100 мың теңгеге дейді. 100 мың теңге болады. Кімге қалай, егер 100 мың теңге сізде артық ақша болып тұрса, болады. Одан кейін уақытын ескертіп айтайыншы сіздерге тағы да. 8-12 күн, 10-15 күн дегендер қазір өтірікті. Мен сіздерге уақыттан ұтылмас үшін, ақшадан ұтылмас үшін 20-25 күн с Китая до Казахстана. Қытайдан Қазақстанға дейінгі уақыт, Алматы қаласына дейін. Одан кейінгі сіздің қалаңыз бар, бір 5 күн, сонымен округленно бір ай деп
уақыттан ұтылғыларыңыз келмесе солай алыңыздар. Ал көп тиістер ма, онда ол өз еркілеріңіз. Зато мен әділ айтып отырмын да сіздерге. Маған ешқандай не болмайды, реніш болмайды сіздер жақтан. Так, 5-не деп жатыр едіңдер ғой дейді. Я 5-не дейін деп жаттық, неге создық? Ненің тіркелу уақытысын. Өйткені адам көп, тіркелмей қалғандар болмасын деп менеджер үлгермей жатқаннан кейін біз тіркелу уақытысын создық. Эфир басталды ма? Басталып кетті. Товар Алматыға келеді, ары қарай Талдықорғанға жеткенше жолмен қымбатқа түспей ма? Жоқ. Мысалға, фура транспорт түрлері болады, 4 транспорт түрімен алдырсаңыздар болады: самолет, почта, сосын такси, потом фура. Пойыз бар, пойызды айттым ба? Пойыз бар, осы транспорт түрлерімен қайсысы ыңғайлы, сіздерге сомен алдыртасыздар. Ең ыңғайлысы негізі фура, бірақ фура ұзақ жүреді. Пойыз ерте жетеді, бірақ кішкене қымбатырақ, 1500-2000 теңге. Неге? Бірақ та сіздер мынандай ғой, мысалы 30 мыңға заказ берсеңіздер, фураға 1000 теңге төлесеңіздер, ашығын айтқанда 1000 теңге төлесеңіздер, 1000-ды бөлесіз, ана ішінде қанша товар алдыңыздар, сол ақшаға бөлесіздер ғой. 1688-бен қанша сумаға заказ қабылдайсыздар? Бірінші рет саудаға келетін адамдарға. Бірінші рет, екінші рет деген жоқ, услугалар 10% болғандықтан 30 мың теңгеден оларға қалады 3000 теңге. Олар сол 3000 теңге үшін бір ай сіздерге жауапты кері байланыста отыратын болады, поставщиктерді айтып жатырмын. Кері байланыста отыратын болады, одан кейін жауап беретін болады товарға бастан аяқ. Сол ішінде жаңағындай 3000 теңге ол жұмысқа да жазды, сол ішінде 30 мың теңге. Ал енді сіз 5000 теңгеге заказ берсеңіз, 5000 теңгенікі 500 теңге ма? 500 теңгеге енді өкінішке орай ондай жұмысты жасау мүмкін емес. Так, курсты өткеннен соң заказ беру міндетті ме? Менде қаражат жағынан проблема болып тұр еді. Сол үшін асықпай айлықтан заказ етейін деп едім. Айтпақшы, ең үлкен жаңалық бізде курсты организаторлар жасап қойды. Әр ай сайын бір рет өтеді курс. Әр ай сайын осы жолы айлығым маған звондап жатты. Жаңағындай неден вахтада жүрмін, ана жақта жұмыс істеймін, мына жақта жұмыс істеймін, менің интернетім ұстамайды, слабый. Бір айдан кейін қалаға баратын едім, сол кезде болмай ма, ақшам жоқ еді, айлығым 10-нан кейін түседі дегендер. Сол кісілерге арналады. Курс ай сайын өтетін болады, Алла қаласа. Курс өте қызық болады. Мен өзім қарапайым түсіндірген жақсы көрем. Так, ура дейді. Сабақ 5-не еді ғой, неге создыңыздар? Мен түсіндіріп айттым, әке қазақ, жаңа сіздің сұрағыңыз болды осы. Мен звондағанда сіз 20 мың деген едіңіз дейді. Мен ескертіп айттым ғой, сол күні 20 мың болды. Ал одан кейін көтеріліп кетті. Вичат қалай қосуға болады? Вичат қиындатып жіберді. Вичатты қоса алмайсыздар қазір. Қытайлар сонда біліп қойған, шетелден көп жұмыс жасап жатқандар көп екенін өздері тікелей Қытайменен. Сол ішінде жаңағындай алдыда Вичатты Face ID бар ғой. Түріңізді көрсетесіз, Вичат ашатын болсаңыз. Түріңіз көрсетесіз, түріңіз жаңағы сіздің немен Alipay-мен совпадать етпесе, алады сізді автоматически түрде блокқа түсіріп жібереді, болды. Одан кейін ол Вичатқа екінші кіре алмайсыздар. Өте керемет дейді, саламатсыз ба? Так, курс қашан басталады? Курсы 10-ны басталады, 10-шы қыркүйек, 10-шы сентябрь. Товарды штуктап алуға бола ма, әлде оптым ба? Осыны айтайын. 1688-де товардың минимум бағасы көрсетіледі. Минимум бағасы көрсетіледі. Ол жақта жаңағындай астында өз тұрады. Оны мен сіздерге курста обязательно көрсететін болам. Сол жақта қанша штук деп тұрады, минимум сол штукты аласыздар, желательно. Бірақ та оның барлығы мысалы экспертқа жібересіздер ғой сіздер заказдарыңызды. Сонда мысалы 1 штук деп жазып жіберсеңіз, егер ол саналса, сіз ол жақта магазин көп, басқа магазинге кіріп 1 штук алуға болатын магазин таңдап, сол жақтан 1 штук алсаңыз болады. Электронный самокат қанша теңге болады? Нақты бағасын электронный самокатты көрмедім нақты бағасымен, бірақ та біздің Қазақстаннан арзан. Сосын, так, сіздерге минимум қанша теңгеге заказ жасай аламыз? 30 мың теңге. Курсқа төледім бүгін, қатысу міндетті ме? Менің өз идеяларым бар. Инста магазинге қалай клиент көбейтуді, менің қаламда қандай киімдер жетпейді, барлығын білемін. Маған ең маңыздысы қалай заказ беру дейді. Әрине өте қуаныштымын, өте керек нәрсе сізге, онда курсымыз біздің. Так, Қытай тілін білмейміз ғой, қалай береміз дейді. Ол орысша айтқанда не проблема? Ол жақта білем мен, біздің сайт барлығы қытайша, бірақ та не істесем ешқандай қиындық тудырмайды. Біздің курстан өткен адам қытайша білмей-ақ
нені заказ бере беретін боласыздар поставщиктер арқылы. Тағы да менің өзім қытайша білмеймін. Мен 1,5 жыл не то что заказ беру, мен поставщик болып жұмыс істедім 1,5 жыл қытайшаны білмей-ақ. 30 мың теңге товар заказ бергенде доставка Алматыға дейін қанша болады және Қазақстан ішінде қанша болады? Транспорт түрлерін түсіндіріп өттім. Килограммы 1100 теңге. Ең арзан, осыны ескере кетіңіздер. Еркін ағалар біздің Қазақстандағы сондай поставщик, который бір-ақ рет жаңағындай 1100 теңге килограммға 1100 теңге алып отқан. Жарайсың Меруерт, жас болсаң да тәжірибелі, жүрегі ашық жан екенсің. Біз саған сенеміз. Іске сәт, Алла жар болсын дейді. Үлкен рахмет, Зәуре Дәулетбаева. Сізге де соны тілеймін. Товарды ол жақтан килограммен алу керек па? Жоқ, килограммен алмайсыз. Сіз только минимальная сумма заказа 30 мың теңге болса болды, қанша килограмм шығады, ол маңызды емес. Так, қалай заказ береміз сіздер арқылы ма, поставщиктер арқылы? Ол сіз Ғани Құлмырзаев, түсінген бойынша сіз біздің курсқа жазылып үлгердіңіз, иә? Онда сізге оны курста үйренетін боласыз. Курстан біз не аламыз? Дархан Аманбек, мен бағанадан бері қанша жарты сағат өтті ма? Басталғанына жарты сағат бойы барлығын түсіндіріп отырмын курста. Мен неге бұл вебинарда сіздерге тек қана біз курста не өтеміз, сіздерге бүйтеміз, сөйтеміз деп жатқан жоқпын. Өйткені кеше мен көп негативті көрдім, сонымен вебинарға бүгін өзім шығайын деп шештім. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беру үшін, сіздердің кешегі реніштеріңізді жабу үшін, реніштеріңіздің орнын толтыру үшін. Люкс копия киімдерді алуға бола ма? Талғат Шамханов, люкс копия киімдерді алуға әбден болады, және де арзан бағада. Сіздің интернеттен алған товар төмен бағада бола ма? Қытайдан алдыртқандай және қандай товарлар бар? Так, төмен бағада болады. Қытайдан алдыртқандай және қандай товарлар бар дейді. Қандай товар бар екенін 1688 өзі 21 миллион заводы бар, заводының товары бар программа. Ол жақта мен нақты мынау демеймін, ол жақта барлық товар бар. Біраз товар бар. Так, мақтайық онда дейді. Әр қазақ менің жалғызым дегенде қазақтың байып сауатты болу үшін керемет жұмыс жасап жатырсыздар. Ата-аналарыңыздың тәрбиесіне Алла разы болсын, істеріңе Алла берекесін берсін. Әр қазақ бай болсын дейді Сұлтан Жұмахан. Сізге де соны тілеймін. Саламатсыздар ма? Мен ББ-да оқығанмын. Өте тамаша адамдар, алғысым шексіз, аз да болса табыс тауып жатырмын. 1688 курсының бүгін сәтті түсіп тұр. Барлықтарыңызға сәттілік, қазақтар бай бақытты болсын дейді. Тек қана осындай бір-бірімізге жақсы тілектер болсын. Ол жаман тілек бәріміз өзіміздің тілімізге күнә алмай қояйық, жаман артық сөз айтып. Так, сіздің интернеттен алған товар төмен бағада бола ма? Мен оқыдым бағана бұны. Так, шатасып кеттім ғой. Саудагер болмай-ақ үйге керек заттар заказ беруге бола ма? Әрине болады. Қайтып айтса болады. Үйге емес, балаңызға болсын, жай ғана тамақты жақсы ыдыспен ішкіңіз келсе, соған заказ берсеңіз болады. Сізге не керек, соны алдырта аласыз. Так, ай сайын қанша ақшаны минимум ақшаға заказ беру керек дейді. 30 мың теңге. Өткізе ма границадан? Қазір карантин болса да товар өтіліп жатыр. Люкс качествода заттар бар ма? Бар. Оптовиктер товарлар үстіне ақша қосып сатып табыс табуға бола ма? Әрине болады табыс табуға. Шымкент немесе өзіміз Шымкентке доставкасын өзіміз жасаймыз? Жоқ, доставканы өздеріңіз жасамайсыздар, жүрет. Арзанға бұл телефондар алдырсам, сол қалай болады екен? Или бытшыт болып тұрған заттар ма дейді. Бұл телефондар жоқ, бұл телефондар олар сатпайды ғой. Мынандай ғой, интернет-магазин, заводтар ғой ол жақта, сол ішінде ол жақта жоқ, бұл сатпайды. Бұл деген енді ұсталған ғой қазақшасы. Так. Меру молодец дейді. Сіздерге қанша процент аласыздар қызмет үшін? Біз ешқандай процент алмаймыз. Бізге самое главное біздің курсты оқып, түсініп, одан кейін осы курс біткеннен кейін Алла қаласа қанша адам санын қатысқанына байланысты мен жаңағындай үй жұмысын тексеретін болам. Кәдімгі бұрын апайлар диктант, шығармалар тексеруші еді ғой, сол сияқты мен тексеретін болам. Ол тексердім деген сөз болды, мен айтам. Плюс өттіңіз, өтпесеңіз мына жерін түсіндіріп деген сияқты сондай болады. Әрине, одан кейін үлкен ескерте кететін жағдай, үлкен бір сондай не. Адал болыңыздар және садақа көп таратыңыздар. Осы екі нәрсе сіздердің жұмыстарыңыздың берекесін, несін арттыратын болады. Нәсібіңізді, кәсібіңізді арғарай домалататын болады. Бос Ерхан дейді. Меруерт ханым, сізді Еркін Хамит мырзаны 1 жылдай болды танимын. Кәсіптеріңізде адалсыздар,
табыстарыңыздар бұрын сауапты іс жасап көп жанның өмірін өзгертуге мүмкіндік бердіңіздер дейді. Өте керемет. Так, бірақ болса не болады товар дейді. Бірақ болса Қытаймен сөйлесіп, Қытайдан ақшаңыз юаньмен, юаньнан теңгеге ауысып қайтарып берілетін болады. Курсты өту үшін қайда аударайын ақша деп жазып жатырсыздар. Мен ескертіп жатырмын ғой, мына реквизиттар тұр, достар, осыған салып үлгеріңіздер. Телефондарды сол жерден алса болады ма, ноутбуктарды? Әрине болады. Товар қай жерге дейін жеткізіледі? Қытайдан Алматы қаласына дейін. Так, кеш жарық сабақ қашан басталады? 10 басталады. Көп балалы аналарға жеңілдіктер бола ма? Білесіздер ме, бұндай бізде көп сұрақтар пайда болды. Біз оны қолға алатын боламыз, алда қалса. Заказ беріп ақшасын төлегеннен соң тағы да таможня очисткасын төлейміз дейді. Заказ берген кезде толық түсіндіріледі, ол қалай болады, сіз неге төлейсіз, неге төлемейсіз дегендер. Сабақ неше күн, соны түсіндіріп кетесіз бе? Азамат Гапурин, сабақ бізде болады округленно 10 күн, үй жұмысын қосқанда. Мен енді мына жақта соңғы телефондарын сол жерден алып сатса болады ма? 1688-ден дейді. Телефондарды сол жерден алып сатса болады ма? Я оны жеке түрде түсіндіретін болам, я. Негізінде телефондардың жаңағындай ескілерін алуға болмайды, жаңаларын алуға болады.